Саламатсыздар ма, құрметті қазақ халқы. Мен кешегі салған видеомның екінші бөлімін салғым келіп отыр. Өйткені ол жақтан айтылмай қалған біраз нәрсе бар. Жалпы сол видеодан кейін резонанс туып, сіздердің арқаларыңызда, сіздердің қолдауларыңызбен біраз нәрселерге қол жеткізіп, біраз керекті нәрселер қолданылып жатыр. Бірақ ол әлі де аз. Ары қарайғы видеоны мен бауырларымызды жалғастырғым келіп отыр. Біздің басымызда өтіп жатқан жағдай шынымен бір кинодағыдай. Бауырлардың бір-біріне үлесті бермеуі, ақшаға таласу, үйге таласу. Менің анамды осылай бауырлары, өзінің туған Тілеуов Жанна, Тілеуов Құндыз есімді апалары бір түннің ішінде жындыханаға жабады. Жындыханаға жапқан себептері осы міне мамаға берілейін деп тұрған үйден маманы қалайда бас тартқызу, қалайда сол үйді өздері басып қалу, сол сатылған үйден шыққан ақшаны өздері алып алғысы келеді, ақыр соңында бірақ дегендеріне жетеді, өкінішке орай. 13 апрель күні үйге баса көктеп осы екі апам келеді, балаларымен бірге, күйеуімен бірге. Келген кезде мамамды бірден анам кешкі ас әзірлеп, осы сағат деген 10-ның шамалары кешкі ас әзірлеп, дастарханның маңайында жүреді. Сол кезде олар кіріп келеді да, бірден келген кезде мамамды сразу андай қылып, апалары шапалақпен кәдімгідей басынан, бетінен тартып қалады қайта-қайта. Бір емес, бірнеше шапалақ кетеді сол жерде. Сосын мамам кейін қарай, әй жоқ, шай жоқ, мен неменеге ұрып жатсың деп кейін қарай ответ берген кезде мамама психбригада шақырады. Психбригада шақырғанда шақырған себептері пышақпен жүгіріп жатыр бізге. Балалар қараусыз қалған. Есі дұрыс емес сіңіліміздің мықты бір аптаның ішінде өзгеріп кетті деген жалған ақпарат берумен психбригадан шақырады. Сол екі апам. Психбригада екі адамның показаниясына бола адамды солай оп-оңай алып кете салады екен. Солай келеді. Психбригада 8 ер адам келеді. Қателеспесем 8 ер адам келеді. Келгенде анама сұрақ қойып, жай ғана жүкеңіз шаршаған болды, сізге жату керек деп мамамды алып кетеді. Арада уже деген сағат түнгі 2 болды, 3-4 сағат өтіп кетті. Арпалысып жүріп сөйтіп төбелеседі бір-бірімен, ана жерде енді кәдімгідей ұрыс айқай-шу басталады. Сол кезде анамды алып кетеді. Кейін қарай апам қайтып келеді өзі. Мамам жатқызып тастаған екен уже, қайтып келеді. Соны маған айтады, мамаңды 3-4 айдан кейін шығаратын болды дейді. Действительно ауырады екен мамаң. Сонда барады міне сағат, нешелерде, екілерде барады, уже 3-4-де апам қайтып келеді. Сол арада 1-2 сағаттың ішінде уже адамды қарап, врачтар уже диагноз қойып жатқызып тастаған екен. Диагноз шизофрения F25. Ол қалай? Менің анам 5 баланы жалғыз өзі асырап келе жатқан адам, бір өзі. Мен үйдің үлкенімін. Мамам мемлекеттік мекемеде жасап келе жатқанына уже 2 жылдан астам уақыт болады, өзі асырап келе жатыр мамам негізі біздерді. Егер мамам сондай бір есі дұрыс емес, денсаулығында кінәрат болатын, ақыл-есі кем адам болса, біз 5 бала деніміз сау туылмас еді. Негізі кез келген адамның миына сыймайтын нәрсе бұл нәрсе. Бесеуміз де мектепті жақсы оқимыз, балалар мектептен, садиктен қалған емес ешқашан. Мен өзім 4-ші курс студентімін. Жалпы анама мектептен, садиктен, колледжден жақсы мінездемелер беріліп отыр. Өте жақсы, сабақтан қалдырмайды, балдардың үсті таза, барлығы жағдайлар жасалған деген. Бірақ апамның показаниясына қарасақ, психбольницаға жаптырған себебі балдар қаралмайды, балдар сабаққа мүлдем келмейді екен. Анам үйінде өзінің туған анасын ұрады екен. Анам жүріп көшеде жүреді екен, есі дұрыс емес, үйден шығып кетеді екен. Жалпы енді білмеймін, анамды дүниедегі ең сорақы, сондай бір ең жаман адам қылып сол кезде врачқа жазып берген показаниялары енді адамның жағасын ұстататындай. Енді анамды психбольницаға жауып тастағаннан кейін телефон жасырын түрінде Тілеуов Жанна деген апамыз алып қалады екен. Маған телефонды врачқа тапсырдым, шыққаннан кейін аласыңдар дейді. Енді біз уже балалар үйінде жатырық, анамыз 13 апрель күні жындыханаға кетеді. 14 күні біз бірден детдомға тапсырып жібереді. Мен ол кезде әлі 18-ге толмағам. Сөйтіп, сол біз детдомға кетіп жатқан күні уже үй сатылып, үй тәркіленіп, уже істер болар іс болып, қолдарына тиетін ақшаларын бәрі тиіп, сондай нәрселер шешіліп жатады. Уже ол кісілерде бізді қалай да болса әйтеуір құтылып, үйден шығарып, тығатын жерлеріне тығып, салатын жерлеріне салып, балдарды сөйтіп болады. Телефонды алып қалған себебі менің анамның атын жамылып, класстастардың группасынан, балалардың мектеп группасынан, барлық группалардан сбор ашып ақша жинайды екен. Маған қазіргі таңда көмек керек, далада қалдық. Анам мені үйден қуып жіберді. Қазір өзім ауырып қалып, осындай больницаға түсіп қалдым деп
ақша жинайды екен. Және сол сәтте менің Каспи голдым сол Тілеуов Жанна деген апамның қолында болады. Өйткені ол кісі бизнес ашқаннан кейін оның Каспи аресте болды. Содан менікін өтініп сұрап, мен ол кісіге бердім. Бірақ қайтара алмай жүргеніме уже 2 жылдан астам уақыт болды. Каспиімді қайтармайды. Код келу керек, кодты айтпайды маған. Каспиімді қайтарған жоқ. Сонымен мен 2 жылдан бері Касписіз жүрдім. Сөйтіп Каспиімді пайдаланып, мамам телефонын пайдаланып, осылай ақша жинаған екен. Міне осы қызымның Каспиі, мен өзім жазып отырмын өз атымнан деп. Жалпы жиналған сума өте үлкен сума деп біздің мектеп басшылығынан хабар келді. Өйткені мектеп группаларынан жиналғаннан кейін ол кісілер сол мән-жайдан хабардар екен. Біз балалар үйіне түсеміз, біздің атымыздан сбор жиналып жатыр екен. Одан кейін мен жан-жаққа көмек сұрап жазам. Осы біздің қаламызда Әсел есімді ерікті апамыз бар, сол кісіге Алла разы болсын, өйткені сол кісінсіз қазір біз мынандай жерде отырмас едік. Сол кісіге жазам, ол кісі бірден керекті шараларды қолданып, Руслан Төлепбайға дейін, Алматы қаласына дейін барып келеді. Ақмарал Басирова ханымға дейін жүздесіп, сөйлесіп, сол кісінің ықпалымен анамды 40 күн дегенде жындыханадан шығарады. Әкімге шығып, әбден дүрліктіргеннен кейін барып жібереді. Бірақ диагнозбен шизофрения F25. Ол диагноз өте ауыр диагноз екен. Енді біз қазіргі таңда үйсіз, күйсіз қалдық. Енді харекет бізге алып беренсе, диагноз жолымызды жауып тұр. Мамам мемлекеттік официальный жұмысқа тұрайын десе, қайтадан диагноз жолымызды жауып тұр. Бұл диагноз шыны керек біздің барлық жерден жолымызды жауып тастады. Ол ертең балалардың историясында да шығып тұрады екен. Өз жақындарым деп жүрген адамдардың істеп кеткені осындай. Анамды жаңа 40 күннен кейін шығарғаннан кейін, анам бірден балалар үйіне келеді, біз алып кетуге. Балалар үйіне келеді, бірақ мен ол кезде анамды мүлдем танымай қалдым. Неге десеңіздер, психбольницада 8 мәрте система күніне таблеткалар, укол берген, барлығын бірге осылай. Анамды мен мүлдем танымай қалдым. Көрген кезде тек жаңағы детдомның директорының қолынан ұстап жыладым. Мен анамды қабылдай алмаймын. Анам мен танымайтын сияқты, түріне қарасам сондай сияқты. Әрі бері жүр. Және мықты заторможенный болып қалған. Мықты, өте қатты. Мен анам біз танымай қалама деп қорықтым шыны керек. Бірақ ішке кіргеннен кейін, мамау мен танып тұрсың ба дегеннен кейін барып, ол танитынын айтып, жай-жай қимылдап, жай-жай сөйлеп өтті. Бірақ оған да Аллаға сансыз шүкір. Аман есен шыққанына мейлі диагноз қойылса қойылсыншы. Аман есен шығып, сол детдомның директоры Гүлбаршын Шарапиевна, сол кісі бізді аман есен бала мен ананы айырмайық деп адамгершілік танытып, бізді қаладағы кризис центр дағдарыс орталығына орналастырады. Біз ол жақта 5-6 ай көлемінде жатып шығамыз, өйткені біздің баратын жеріміз болмады. Тумаларымыз уже ана үйді сатып, Астанадан жаңа үй алып, отбасымен көшіп кеткен екен. Жаңағы барлығын істеп осындай нәрсеге әкеліп отырған апамыз Жанна есімді. Сол кісі қазір Астанада жаңа үйінде тұрып жатыр. Анамның телефонын да қайтарған жоқ. Жалпы сол кризис центрда жатамыз. Міне ол жақтан шыққанымызға көп болған жоқ. Қазіргі таңда біз жалдамалы пәтер жалдап тұрып жатырмыз. Енді анам Алматыға республиканский психдиспансерге осы қойылған диагнозды алдырту мақсатында бұл диагнозбен келіспеймін деп сол неге больницаға кетті. Ол больница 10 күн жатасың, біз бақылаймыз деп енді уәде беріп отыр, бірақ диагноз алынады, алынбайтыны белгісіз. Менің жанайқайым сол жақтағы республиканский психдиспансер әділетті шешім қабылдап, бала мен ананы ажыратпай, 5 баланы анасымен қауыштырса екен деймін. Аман есен диагнозсыз бұрынғы қалпымен сау анамызды өзімізге сау күйінде қайтарса екен деген менің жанайқайым. Мен бауырларымның артынан өзім ғана сөйлеймін. Үйдің үлкені болғаннан кейін, менен кейінгілердің барлығы кішкентай. Мектеп жасындағы балалар, ең кішкентайымыз садикте, ер баламыз. Осы жағдайлардың барлығын мен халыққа шығарып резонанс тудырмасқа болмады. Ең алдымен Ақмарал Басирова ханымға үлкен алғысымды білдірем. Осы кісі парақшасына жүктеп, осындай халықтың қолдауына, демеуіне себепкер болып отыр. Енді қазіргі таңда осы жағдай бойынша біз сотқа да арыз бердік. Гобадинға, Ақтөбе қаласындағы. Арызды майдың 25 күні береміз. Майдың 25 күні бергеннен, міне октябрьдің уже 14-і болды. Арыз қабылданбақ түгіл әлі тіркелген жоқ. Тергеу істерімен ешкім айналысып жатқан жоқ. Не үшін? Мен ойлаймын, өйткені ол жақта бұрын істеп кетті ғой апам. Жанна, оның күйеуі де істеп кетті, майор болып, ол жақта талай жылда қызмет атқарған сол жақта.
солардың ықпалымен ба, әлде білмеймін, әлде біздің Ақтөбенің салғырттығы осындай ма, осындай жағдайларға бей-жай көз жұмып баланы сорлатып, бір жақта ананы сорлатып осылай қалдыра береді. Ешқандай шара біздің Ақтөбе қаласында я бір керекті шаралар қолданып, я бір балдардың жағдайы жасалсын деген шаралар ешқандай ештеңе қолданып жатқан жоқ. Міне арада апрельден бері қаратай, апрель, май, июль, июнь, август, сентябрь, октябрь 7 ай болады. 7 ай дегенде біз ештеңеге қол жеткізе алмадық, шыны керек. Ештеңеге. Тек балалар үйінен аман есен шығып, анамыз психбольницадан әйтеуір 40 күн одан ұзақ шықпай қалғанына, сол нәрселер ғана болмаса, басқа еш нәрсе істеліп жатқан жоқ. Апам сол Астанаға осы жағдайдан кейін 1,5 айдан кейін бірден көшіп кеткен Астанаға. Қазақ халқым, мен сіздерден тағы бір мәрте көмек сұраймын. Осы видеоны тағы да таратып, репост жасап, барынша сіздердің бір жазған комментарийіңіздің өзі мен үшін үлкен көмегін тигізеді. Мен қазір бір өзім шырылдап жүрмін. Бауырларым үшін, анам үшін, солардың өмірін сақтап қалу үшін. Мен сөйлемесем, бұл жағдай жабылып қалайын деп отыр. Өтінемін. Барынша белгілейтін адамдарды белгілеп, құзырлы органдардың барлығын осы нәрселерді көрсе екен деймін, осы нәрселерді білсе екен деймін. Мына Новыйда орналасқан психбольницаның іші тұрған былық, сол нәрселердің барлығы іште тексеріліп толығымен мамамды қабылдап алған врач, диагнозды қойған врач, жалпы барлығы жауапқа тартылса екен деймін. Өйткені кімнің дұрыс, кімнің бұрыс айтып отқанын тек бір Аллаға ғана аян. Бірақ менің жасыратын ештеңем жоқ, сондықтан мен халықтың алдына шығып отырмын. Және сенем, сіздердің қарагөз қарындастарыңызды осылай қараусыз қалдырмайтындарыңызға сенгем. Және алдағы уақытта да біз әділеттілікке бірге жеңеміз деген сенімдемін. Бұйырса, барлығы жақсы болып кетеді. Тек әділ шешім қабылданып, әділеттілік орнаса деймін. Баршаңызға рахмет.